кейбір жігіттерде мынандай жағдай болады. Бәріне жексұрын болып кетеді. Қарыздан қарызға кіріп кетеді. Бір ісі оңды болмайды ғой. Үйімен де ұрсып қалады, достары да лақтырып кетеді. И ана бала думкада да темекісін шек кетеді, болмаса ішеді, не болып кетті, өмірде ең жол болмайтын не деген сорлы адам болдым деп өзін жей береді да. Бірақ ондай жігіттердің обязательно бір намаз оқитын, Құдайға шақыратын бір досы болады да. И ол достар айтады оған: бауырым, Құдайдан сұрашы, береді, мешітке баршы, просто кішкене Алланың есін тақылдат десең, жоқ, олар скоро болады, нормально деп, өзім күшіммен смело шығып кетем скоро деген ішінде бір жаман бір ой тұрады да шайтаннан. Сол жаңағы істеп жүрген жаман тірлігін істеп, қайттан сол былыққа батып жүре береді. Ал негізінде Құдай оған есікті көрсетіп тұр да. Жаңағы досын жіберіп тұр. Кей кезде осындай жағдай болып жатса, бауырлар, біліңіздер, Құдайға қарай жүгіріңіздер. Құдайға барып жүгіріп қалған бәрін тастағанда Алла алдындағы 100 есіктің бәрін ашып қояды. Ал өзім бір нәрсені істеймін, өзім бір нәрсені оңдырамын, ішіңізге өзіңізбен өзіңіз шайтан берген мотивацияға сенбеңіздер. Өйткені бүкіл есіктің кілті Аллада. Алламен байланыс дұрысталып, кілтті тапқан кезде ойлаған бизнесіңіз, планыңыз, машина, көлік, әйел, бала шаға бәрі өзі-ақ келеді.